Şaldan ne taptın ey? Beyşara dağa çıktı. Бұл кім? Бұл шалда ауылда бәрі жексұрын шал дейді. Неге? Неге дегенде түріне қарасай? Өзің шынайы есімі жоқ па не сонда? Ит біліп пе? Үнемі осылай жалғыз жүре ма? Иә. Үлкендердің айтуына қарағанда, ол өзінің туған баласын ұрып соғып, үйінен қуып шыққан деседі. Ұстап жүрші. Қарасай.
Құрметті Асқар Бейсенұлы, сіздің тапсырған өтініш хатыңыз арнайы комиссия шешімімен мақұлданғанын қуана айтамыз. Осыған орай алдағы айдың 10-на дейін Астана қаласына жұмысқа шақыратынымызды хабарлаймыз. Көрдің бе, әке? Керемет қой. Мені қабылдады, әке. Енді сен үлкен қалаға кетіп бара жатсың. Ол жақта өзіңе мұқият бол. Уайымдамаңыз, әке. Мен анау-мынау компанияға бармайым. Ол компания Қазақстандағы ең бай компания. Неткен қуаныш дедім. Апаң кеткелі, өзің ғана едің серігім. Енді... Ой, әке. Мен ауылдың бүкіл тұрғындары теледидардан көргенде таңғалатын шығар. Хабарласып тұршы. Ой, әке. Не болды сізге? Мен ғарышқа ұшып бара жатқан жоқпын ғой. Ал, жақсы. Қош болыңыз. Егер осы ауылда қаламын десең, өз шешімің. Қайдағын айтпа. Әкемді қайда тастаймын? Біз олай келіскен жоқпыз. Әкемді жалғыз қайда қалдырмақ мұна? Осы уақытқа дейінгі жалғыз тұрды ғой, бір жер қисайды ма? Өлмейді, өлмейді әкең, өлмейді әкең, өлмейді әкең. Әке, тек маған ренжімеші. Қолым қалт етсе келіп тұрам ғой. Қазір жұмысым өте көбейіп кетті. Америкадан адамдар келеді, түсінесің бе? Олармен кездесуім керек. Ананы шешу керек, мынаны шешу керек. Өзіммен бірге алып кетейін десем, жағдайым мынандай. Ол жақта не істейсің? Қалада адамдардың бәрі мәдениетті. Үсті басы да басқаша. Ол жақта қиналып қаласың ғой сен. Жан, Кеттім ендеше. Тек сен жыламаш. Жарай ма? Әйтпесе мен де жылайым.
Мен саған ренжімеймін, ұлым. Сенің жұмысыңның көп екенін түсіндім. Тек апаңның алдындағы аманатқа қиянат жасап қоям ба деп қорыққаным рас. Әкелік борышыңа адал болдың ба десе, не деймін деп те қорықтым. Сол үшін сен менен намыстанбасын деп қатты тырыстым. Мына орамалдың ішіндегі сыйды немереме берші. Оған өзім бере алмағаныма қатты өкінем. Саған лайықты әке бола алмағаным үшін кешір. Әрбір баланың өмірде алғаш болып таныған батыры ол әкесі болады екен. Әкенің ыстық алақаны, дана жүзі, шын махаббатының арқасында бала өскенше қорғауда болады. Бірақ бала ер жетеді, санасы толады, ақылы өседі. Бір қызығы, осы кезеңде баланың әкеге деген көзқарасы өзгереді. Неге? Ол кеше ғана сенің батырың емес пе еді? Ал бүгін не болды саған? Әлде әке қартайып өзіне қорған іздей бастағанда сен оның батырына айнала алмайсың ба? Ол сені қорғап келді. Енді неге сен оны қамқорына ала алмадың?